кекіліктің сондай қысқа ғұмырда ақ пен қарасы қатар жүретін қысқа ғұмырда бағы баянды болсын деп, екі жағын тең ұстасын деген ниетпен аяғына ала жібін байлап ақ батасын беруге Сапарғали әкемізді шақырғанды жөн санап тұрмыз. Қайреке, өзіңіз табыстап қойыңыз. Сапарғали әкемізді ортаға шақырайық, ақ батасын алайық, Ғазизға деген ақ батасын беріп, келіңіз аға. Ол жағына тұрайық. Ғазизіміз сізге ұқсасын, елдің тізгінін ұстасын деген азамат болсын деген ниетімізбен өзіңізді тұсаукесер рәсіміне шақырып тұрған жайымыз бар. Батаңыз періште құлағына шалыңыз. Құрметті қонақтар, бүгін міне ағамның шаңырағында отырған Қайрат немересінің тұсауын кесіп, сіздерге дастархандар жайып отыр. Барлығыңыз жақсы тілекпен келдіңіздер. Осы тойымызға, қуанышымызға қош келдіңіздер. Енді тұсаукесу рәсімін жасаймыз ба? Онда мынау Ғазиз балапанымыздың тұсауын сонау Алматыда келген Мұхтар ағамыздың шаңырағында отырған Қайратын кеседі. Мен бата беремін. Ал дайындалыңыздар. Ал қол жайайық. Иләһи әмин, ақ жолына ақ батаңыз. Балапаным әзиз жоқ. Міне алғаш жерді аяқпен басып, қаз басып жүрейін деп тұрсың. Осы қадамың құтты болсын. Сүрінбе, жығылма. Ана жарысқа қатыссаң, өзіңнің жолдастарыңмен ең бірінші мәрең сызып өтетін бол. Айналайын. Өмір жасың ұзақ болсын. Қайрат, міне осы әзизектің қызығын әрі қарай көре бер. Үлкен азамат болсын. Еліміз аман, тыныш болсын. Барлық қуанышты өздеріңіз осындай қуаныш тіледім. Аллаху акбар. Қайрат байды. Балапаным, тұсауыңды шешейін, алашықты кешейін, қаз басып жүріп бет, балапаным, сүрінбей, жығылмай. Асқаз балам, жан балам, құтты болсын қадамың. Құтты болсын қадамың. Күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Алға қадам баса бер, биік болсын талабың. Ал, тоқсау қошеметін қойыңыздар міне. Салтымызға сүйеніп, кішкентай ғана Ғазизіміздің алғашқы қадамдарына куәгер болып жатсыздар. Осындай сәтте ерекше қуанатын нардай нағашылардың қиқуларын естісек, ол дұрыс түсінер болмақ. Ғазиздің нағашылары бар ма осында? Чөт айғайларыңыз естілмей жатыр ма? Ал енді арамда өскендегі болады екен. Ай бәрекелді. Өнері төрткүл дүниеге мәлім, қазақтың қара домбырасын танытатын әнші болсын деген